Сәлем достар, сұлу кеңес арнасына қош келдіңіздер. Осы видеоны көрмес бұрын видеоға лайк басып, және менің арнама жазылып қойыңыздар. Алдағы уақытта бұдан да қызықты видеолар болады. Бүгін мен меломан дүкенінің қасынан өтіп бара жатып, неге жаңа видео түсірмеске деген ой келді. Сол себепті сіздер дәл қазір менімен бірге меломан дүкенінің ішін аралап жүрсіздер. Меломан дүкенінде қаладағы кәдімгі азық-түлік шағын маркеттерге қарағанда осындай тәттілердің неше түрі бар, және де барлығы ерекше. Мысалға алатын болсақ, кәдімгі біз үйреніп қалған ММДМС-тің осындай да түрі бар екен. Бағасы әрине де қымбат, 6000 теңге, бірақ ерекше дәмін көру өте қызықты. Бірақ бүгін емес, бүгін біз басқа шоколадтардың дәмін көреміз. Бұлардың да дәмін емес. Алды қарай, міне қараңыздар, түрлі чокопай, мына жерде қараңыздар, қандай әдемі қой шоколадтан жасалған. Неше түрлі тәттілердің түрі бар. Мінекей, біз осы жерге келдік. Мына жерде маған осы киткаттың түрі ұнады. Қазір қарастырып көреміз, тағы да киткаттар бар екен. Я, мінекей бар екен. Киткаттың екі түрін ғана таптым. Мына жерде мен екі шоколадты қолыма ұстай алмай масқара болдым. Мән бермеңіздер. Қазір барлығы қолынан келеді. Мінекей, алақай, екеуін де қолына ұстадым. Осы екі шоколадтың дәмін бүгін көретін боламыз. Достар, айтпақшы, видеома лайк басуды ұмытпаңыздар. Егер де осындай видеолар ұнайтын болса, міндетті түрде пікірге өз ойыңызды қалдырыңыз. Сонымен достар, мен үйге келдім. Қазір біз осы екі киткаттың дәмін көретін боламыз. Бұл киткаттың жаңа түрлері. Яғни бұл киткат арахис пастасы қосылған осындай, және екіншісі киткат ақ шоколадты. Қайсын бірінші ашсам екен? Менің ойымша осыны. Бірге ашайық. Ішінде біздің киткатымыз сәл еріген екен. Ой, қандай жақсы. Іші осындай. Мына жоғарыдағы менің ойымша бұл жаңағы арахис пастасы. Қазірдің өзінде күшті иіс шығып жатыр, шоколадтың дәмін көрейік енді. Шоколады өте нәзік, қолымда тіпті еріп жатыр. Дәмі кәдімгі киткаттың дәміне ұқсайды, бірақ сәл арахистің дәмі шығады, кішкене сникерске ұқсайды екен дәмі. Ортасында кәдімгідей киткаттың ал енді екінші шоколадты ашамыз. Іші қандай екені қызық болып тұр маған. Ішінде қараңыздар, толықтай ақ шоколад. Осындай, мына жерде киткат деген жазуы бар. Мінекей, ақ шоколадты қазір дәмін көреміз. Мінекей, өте жақсы дәмі, бірақ ақ шоколад болғандықтан тым тәтті секілді. Ортасында кәдімгідей киткаттың вафелі, және сыртында осындай қалың ақ шоколады. Өте жақсы. Екен салыстыратын болсақ, әрине де маған алдындағы арахистің дәмі бар киткат көбірек ұнады. Мына киткатқа арахисі бар, мен 10-нан 10 деген баға беремін. Шынымен де жақсы. Мен аса қатты тәтті болып кететін шоколадтарды ұнатпаймын. Бұның дәмі орташа тәттілігі, яғни арахистің дәмі шығады. Мынау сүтті шоколад сырты, және шоколады да өте көп емес. Мұнамен салыстырғанда, мынаның шоколадын қараңыздар қаншалықты көп, қалың. Бұған мен 10-нан 7 деген баға беремін. Екеуі де жалпы ұнады, екеуін де алуға болады, бірақ кәдімгі киткаттан айырмашылығы аса көп емес. Сол себепті бұл киткаттарды қала бойынша іздеп, сатып алатындай киткаттар емес. Достар, келесі видеода кездескенше.